Егер сіз миды дамытатын витаминдер іздеп жүрген болсаңыз, осы видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл видеода миды дамытатын 5 зат туралы айтатын боламын. Алдымен менің каналыма тіркеліп подписаться деген батырманы басып, уведомление деген значокты басып, каналда міндетті түрде жаңа пайдалы видеоларды бірінші болып көріп отырыңыздар. Ал енді миды дамытатын 5 зат туралы айтайық. Ең бірінші зат ол бізде липидтер. Липидтер дегеніміз ол пайдалы май қышқылдары. Пайдалы май қышқылдары мидағы және нерв талшықтарындағы сыртқы қабаты, яғни миелинизацияға осы липидтер жауап береді. Сондықтан біздің ағзамызға пайдалы май қышқылдары міндетті түрде түсіп тұру керек. Екінші ол микроэлементтер. Микроэлементтердің ішінде ең бізге миға, нерв жүйесіне керек микроэлемент ол бірінші темір. Темір ағзаға оттегі тасымалдайтын болғандықтан міндетті түрде ми талшықтарына да бүткіл нерв жүйесіне де осы оттегі тапшы болған кезде мида энергия азаяды, және де әртүрлі когнитивті, есте сақтау қабілеті және де басқа да функциялар төмен түседі. Сондықтан темірдің деңгейін міндетті түрде бақылап, орнын толтырып отыру керек. Келесі ол цинк. Цинк бізде тоже миға жаңағыдай әртүрлі зат алмасу процестеріне қатысады. Сондықтан цинктің деңгейі міндетті түрде орны толып тұру керек. Келесі микроэлемент ол йод. Йод именно бізде тироксин және триод тиранин түрінде жаңағыдай миға қажет. Және де бұл йодтың тапшылығы кезінде адамда есте сақтау қабілет төмендеген, мінез құлық өзгерген. Бұны Кореяда зерттеу жасаған кезде осы сайттан қарап біле аласыздар. Соңғы мәліметтер сіздермен бөлісетін боламын. Описанияға ссылкасын тастап кетемін. Өзіміз оқып шығамыз десеңіздер, пожалуйста, оқып шықсаңыздар болады. Кореяда зерттеу жасаған кезде именно йоды аз, йод бермеген адамдарда бізде есте сақтау қабілет төмен болған, внимание төмендеген, сондықтан йодты міндетті түрде ағзада толық болу керек. Енді бұл 3 микроэлемент бізге миға қажет. Енді үшіншісі бізде мидың жұмысын жақсартатын зат ол витаминдер. Витаминдер ол бізде А дәрумені, В12 дәрумені және Д дәрумені. А дәрумені де, В12 дәрумені де, Д дәрумені де есте сақтау қабілеті когнитивті функцияға жауап береді. Бірақ Д дәрумені зерттеген кезде Д дәрумен тапшылығының әсерінен әртүрлі жаңағыдай аутизмнің белгілері, шизофренияның белгілері байқалған адамдар тексерген кезде осы Д дәрумен төмен болған. Сондықтан міндетті түрде ағзада осы витаминдер толық болу керек. Келесі төртінші зат ол бізде амин қышқылдары. Амин қышқылдары бізде бүткіл тасымалдау қызметіне жауап береді. Яғни бір затты ағзадан жаңағыдай қорытып, нерв талшықтарына барлығына апарып беретін, тасымалдап беретін бізде амин қышқылдары. Сондықтан амин қышқылдары ағзаға толық жетіп тұру керек. Келесі ол 5-ші жаңағыдай миға жақсы қажет зат ол пребиотиктер. Не үшін пребиотиктер? Өйткені Гиппократ 2500 жыл бұрын айтып кеткен, ішек құрылысындағы проблемалардың барлығы ағзаға әсер етеді. Яғни, егер адамның, баланың іш құрылысы дұрыс жұмыс істемейтін болса, ішек қуысында микрофлора дұрыс емес болатын болса, немесе қабыну процестері болатын болса, пайдалы бізге қажет витамин, микроэлементтердің бәрі ішектен сіңбегендіктен әртүрлі неврологиялық аурулар болуы мүмкін. Сондықтан бізде ағзаға пребиотиктер толық көлемде түсіп отыру керек. Бұл бізге миды дамытатын 5 зат қажетті. Яғни сіздер қорытындылай келе естеріңізге сала кетейін. Бірінші зат ол бізде липидтер, екінші микроэлементтер. Микроэлементтердің ішіндегі бізде темір, цинк және йод.
Үшінші ол бізде дәрумендердің ішінде ең қажеті бізге А витамин, В12 және Д витамин. Келесі бізге амин қышқылдарын тоже айтып кеттім. Бесінші ол ішек құрылысына қажетті пребиотиктер. Осы бесеуін толығымен ағзаларыңызда толық болатын болса, баланың ағзасында толық болатын болса, онда мидың дамуында жаңағыдай жақсы көрсеткіштер болады. Осы видео сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде лайк басып, комментариялар жаза кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәрігер невропатолог Ақжарқын Сейтқазықызы. Ауырмаңыздар, қош сау болыңыздар. Көріскенше.